Аэропорттан кіре берісінде бірінші досмотр болады. Ол досмотрдан суды, тамақты өткізе берсе болады. Ол жақта қатты тексермейді. Бірінші досмотрдан өткеннен кейін регистрацияға барамыз. Әне тұр бірінші досмотр, бірақ ол жақта видеоға түсіруге болмайды. Біз бірінші досмотрдан өттік, аман есен. Енді регистрацияны біздікі Turkish Airlines болғаннан кейін олардікі ашық бола береді, өткізе береді олар. Таблодан көруге болады. Біздікі түнгі сағат 1-де. Түркістан деп тұр. Е мен F check-in open дейді. Біздікі ашық. Е мен F-те екен, арда қанақта алда. Я, осы. Turkish Airlines болған екен бір жақсы жері. Бұл жерде өздері регистрацияны жасай береді де. Егер скат немесе Air Астана болғанда тек қана 2 сағат бұрын ғана ашатын еді. Қазір багажымызды өткізіп жіберіп, екінші этажға тамақтануға көтерілеміз. Фудкортты көрсетем. Ол жақта тамақ сатып алуға да болады, және сатып алмасам да отыра беріп жеуге болады. Зарядный устройство, барлық нәрселері бар ол жерде. Міне F. Мына жақта. Қазақстан деген жоқ па? Қазақстан, Таджикистан, Өзбекстан деген сөздер жоқ па дейм. Ана жаққа бара береміз ба? Или ана жаққа ма? Түркістан деп жазылмайды. International check-in дейді. Жоқ, ол супервизор дейді. Ана оқы, онда балаға бара салайық, болды. Біз регистрацияға өтіп қойдық, багаждарын бәрін тапсырдық. Ар жаққа қарай өзіміз жаңағы 85 лираға алып келген тележкамызды қойып кеттік. Енді ол бізге керек емес, өйткені багажды біз өткізіп жібердік. Міне, посадочный талонды алдық. Ал енді қазір екінші этажға көтеріліп, тамақтанатын жерді, фудкортты көрсететін боламын. Міне, мына жерде F, G, мына жерде E деген стойкаларға напротив, міне, осы жерде фудкорт деген жоғарыға қарай стрелкамен көрсетіліп тұр. Анау фудкорт деп жазылып тұрған лифтпен, коляскамен, немесе жаңағындай сияқты тележка болса, мініп төбеге көтерілуге болады. Тележка немесе коляска болмаса, мынандай эскалатормен төбеге көтерілуге болады. Сөйтіп фудкортқа барасыздар. Ол жақтан тамақ сатып алып жесе де болады. Әртүрлі фастфудтар сатылады. Және де орындықтар өте көп. Өзіңмен бірге алып келген мынандай тамақтарды жеп отыруға да болады. Біз обычно үстіп қаладан сатып алып келеміз, ол өте арзанға түседі. Өйткені аэропортта өздеріңіз білесіздер, бағалар өте қымбат болады. Суымызды да көтеріп келдік. Міне кола, су. Бірінші досмотрдан ондайлардың бәрін өткізе береді. Ал екінші досмотр таможенный контрольдан өткізген кезде ондайды өткізбейді. Сол үшін біз осы жерден оны ішіп жеп аламыз барлығын. Мына жақта туалеті бар. Duty free'лері де бар.
ана жақта лираларыңыз немесе долларларыңыз қалып кеткен болса, ауыстырып алуға болатын. Мына жақта обменный пункт та бар. Міне. Ана жақта темекі сатады. Мына жақта әртүрлі сувенирлер сатылып тұр. Мынау лифттің қасында. Біреуге подаркке алып барам десеңіздер сатып алуға болады. Бірақ бағасы өздеріңіз білетіндей қымбат. Мынау төбеде Еден басталып International Dish хатлар деп жазылып тұр. Значит, бұл жақта международные вылетіні регистрация жасайтын стойкалар. Ал мынау еге дейінгі, адан еге дейінгі стойкалардың барлығы иш хатлар деп жазылып тұр. Ол міне иш хатлар Д-ға дейін А, Б, С, Д 4 стойка. Бұл внутренний перелеттар. Өзі Турцияның ішіндегі қалаларына ұшатын рейстерді регистрация жасайтын стойкалар. Еден бастап международныйлар басталады. Ал мына жерде міне балаларға ойнайтын осындай кішігірім алаң бар. Осы Д стойканың артында горкасы бар и шығатын мынандай пирамидасы бар, веревочный. Міне. Ал мына жерде сол Д-ға напротив иш хатлар Гиден Йолчы. Осы жақтан внутренний перелеттардан өтетін проверочный стойкалар. Енді таможня емес, бірақ сонда да документтерін тексереді, және рентгеннен өтеді. Сондайларды өтетін жер. Осы Д стойканың артында. Мына жерде міне перекус жасайтын кофейнялар бар. Мына жақта отыратын жол бар. И осы кофейнаның ар жағында, терраса жағында кішкентай бөлме бар. Кішкентай балдарды еміздіріп, пеленкасын ауыстырып алатын жеке бөлме бар. Ол бөлмеге телефонды көтеріп, оператормен соединяться етіледі. Сол оператор код айтады, есіктің кодын. Сол кезде ол есіктің кодын тергеннен кейін ғана есік ашылады да, и ол жаққа тек қана сол керекті адамдар ғана кіре алады. Олар камерадан көріп тұрады. Действительно, кішкентай баласымен келіп тұр ма? Бұл ата-ана немесе алдап тұрма дегенде сияқты. Сол кезде ғана олар кодты айтады. Сол кодты тергеннен кейін барып, ол бөлмеге кіре аласыздар. Ол жақта жылы су бар, раковинасы бар. Баланың памперсін ауыстырып, жуындырып алуға болады, кресло болады, еміздіріп алатын жерге болады. Өте удобный. Міне мынау стойка Family First деп жазылып тұр. Бұл жаққа кішкентай балалары бар, пассажирлер өте алады без очереди. И бұндай Family First деген стойка международный вылеттерге да таможнясында өтуге болады. 5 жасқа толатын балалармен без очереди өтіп кетуге болады. Бірақ енді балалары көп пассажирлер келетін болса, онда очередте тұрып қаласыздар. Міне. Ана мен баланың бөлмесі ана жерде. Мынау террасада темекі шегіп алуға болады. Мына жақта аптека бар. Міне. Бұл жақ аэропорттың уже бір шеті. Екінші бір шеті ана жақта, ол көрінбейді та бұл жерден. Міне, мен жаңағы айтқан бөлме мынау.
Бебек Баким одасы дейді. Міне ақ телефон тұр. Сол ақ телефонмен звондап, мынаяқтан кодты набирать етеді, сол кезде мынау есік ашылады. Ал шығатын кезде комнатаның ішінде кнопка болады. Сол кнопканы бассаңыз, есік автоматически ашылады. Мен өзім кішкентайыммен бірге бұл жерге 3-4 рет келгенмін. Балам 3 айынан бастап. Сол кезде осы бөлменің көмегіне жүгінгенбіз. Өте удобно. Ал мына жерде Галатасарайдың футболкалар сатып жатыр. Міне. GS Store деген. Sıvalı'da yemeğe indim, gülmekten yemeğini yiyemiyorum. Мен үшін бұл өте үлкен аэропорт болды есептеледі. Мен енді басқа үлкен аэропорттарда болмағанмын. Құдай қаласа келешекте болатын шығармын деп үміттенемін. А так мен үшін бұл ең үлкен аэропорт. Және өте удобстволар көп аэропорт. Міне кішкентай балдар зерікпес үшін осында кішкентай алаң бар, ойнауға болады. Осындай да услугалары бар. Мысалы алдын ала аэропортпен хабарлассаңыздар, аяғы ауыратын адамдарды өстіп күтіп алады да, самолетқа дейін шығарып салады. Ал біз фудкортқа қарай бара жатырмыз. Тамағымызды жеп, суымызды ішіп, содан кейін барып таможня контрольдан өтеміз. Бұл жерде фудкортта отыратын столдардың терезенің қасында барны стульчиктер сияқты болып істелінген. Сол жерде де отыруға болады. Ол жақта соткаңды зарядтап алатын выходтар бар. Өте удобно. Папиес бар, баро бар, пидем, донер, емеклері деген міне сатып алса да болады. Сатып алмай өзіңмен бірге алып келсең де болады. Стульчиктер өте көп, орындықтар. Мына жақтан регистрацияны қарап отыратын табло да бар. Өте оңай. Астына қарай жүгіріп жүрмейсің. Ар жақта туалет те бар. И міне мынау стойкаларды айттым жаңағы. Соткаңды зарядтап алуға болатын жер. Біздің ужиніміз гриль сатып алдық өзімізге. Мынандай фольгасы бар. Мешочекке орап беріпті. Отдельно міне майонез бен кетчуп. И мынандай ащы сатып алыпты. 2 семит нанның орнына. Өйткені бұлардың виді әдемі болғанменен біздікінде сияқты қылып дәмді қылып мариновать етпейді. Одан кейін суымыз бар и коламыз бар. Влажный салфеткаларымыз бар, кейін қолымызды сүртіп аламыз. Ал бізге ас болсын. Бұл аэропортта, даже на фудкортта детский стульчик бар екен. И міне зарядка. Шнурмен осылай да зарядтауға болады, просто кабельмен зарядтауға болады. USB шнурмен, Type-C шнурмен де зарядтауға болады. Өте удобный. Енді зарядтап алайын деп жатырмын соткамда. Мына жақтан әдемі
көрініс көрініп тұр. Далада уже қараңғы болып қалды. Жаздың күні аэропорттың іші салқын, қыстың күні аэропорттың іші жып-жылы болып тұрады. Өте комфортный аэропорт. Удобстволар өте күшті. Біз фудкорттан түсіп бара жатырмыз. Таможенный контрольдан өту керек. Міне мына жақтан международный вылеттер басталады. И міне family first деп осы жерден өтіп кетуге болады. Кішкентай балаларымен. Міне кішкентай бөпелермен өтейін деп жатыр. Біз ардайым Истанбул аэропортына ертерек келуге тырысамыз. Багажымызды өткіземіз, фудкортқа көтеріліп, тамақтанамыз асықпай. Одан кейін барып, таможенный контрольді өтіп, досмотрдан өтеміз. Туристер өте көп болғаннан кейін ертеректеу келген дұрыс. Одан кейін асықпай, гейтке қарай барамыз. Қазір Истанбул аэропортында 2 крылосы да функционировать етеді. Сондықтан гейтке жүріп барудың өзі де уақытты ұстайды. Келесі менің видеомда аэропорттың duty free'індегі бағаларды көрсететін боламын. Осы менен бүгінгі менің видеом бітті. Лайк басып, коммент қалдырып, келесі менің видеомда кездескенше сау болыңыздар.